Баршаңызға сәлем. Сіздермен бала денсаулығы каналы. Бүгінгі тақырып потница. Егер каналға әлі де тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Потница бұл тер шығатын тесіктердің бітелуі нәтижесінде баланың терісінде пайда болатын бөртпелер. Баланың кез келген жасында шыға беруі мүмкін, тіпті ересектерде де кездесіп жатады. Көбінесе потница енді туылған сәбилерде алғашқы апталарда шығады. Қалың киіндіргеннен, баланы тығыз қалың құндақтағаннан, киімнің нашар матадан болуынан. Неліктен нәрестелерге потница шығады? Себебі балалардың терісі ерекше нәзік болып келеді. Жұқа әрі сезімтал. Қан тамырларына өте бай, ол терморегуляцияны, жылу алмасуды қиындатады. Оның үстіне сәбилерде әлі тер шығатын тесіктері онша дамымаған болады. Сондықтан нәрестені қалың киіндірсеңіз, көп терлеп, тесіктердің тез бітеліп қалуына алып келеді. Бұны аллергиямен шатастырмаған жөн. Мынадай түрлері болады. Кристалдық потница, ақшыл тамшы сияқты. Бұл қышымайды, ішінде сұйықтық болады. Көбіне мойынға және арқаға шығады. 3-4 күнде өздігінен жоқ болып кетеді. Келесі түрі қызыл потница. Қызыл бөртпелер теріден ісіп тұрады. Бұл түрі қышытады, яғни баланың мазасыздануына алып келеді. Бөртпенің бұл түрі 2-3 аптаға дейін созылуы мүмкін. Мынадай әрекеттер мен факторлар потница дамуына алып келеді. Ыстық ауа жеткіліксіз бөлме 26 градустан жоғары. Келесі, бала ауырғанда температураның жоғарылауы. Баланың тым қалың құндақтау, киіндіру, матасы нашар ауа өткізбейтін киімдер кигізу, синтетикалық киімдер. Жазғы уақыттарда майлар, майлы кремдер жаға беру. Потницаның көбінесе шығатын жерлері терінің табиғи иірімді жерлері, құлақ арты, мойын, қолтық, шынтақ, шап. Кеуденің және арқаның жоғарғы жағы, шаш арасы, маңдай, аяқ-қолдың ішкі беті, бел және шап аймақтары, көбінесе памперс киетін аймағы. Емі, бөлме температурасын 21-22 градустан жоғары ұстамаған жөн. Баланы шомылдыру жазғы уақыттарда керек болса, күніне 5-6 ретке дейін. Баланы жеңіл киіндіріңіз, көбінесе теріге жеңіл, ауа өтіп тұратын маталы киімдер болсын, хыбы, тағы да басқа. Баланы қолда көп көтеріп жүру, теріге жанасып жүргендіктен потница шығуына әсер етеді. Потница шыққан уақытта череда тұнбасын жасап, сол суға баланы шомылдыруға болады. Егер балада чередаға аллергия болмаса ғана. 2 ас қасық череда 1 литр ыстық суға. Дайын болған тұнбаны баланы шомылдыратын суға қосып түсіре бересіз. Келесі пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет.